Сүйікті жазушым Бердібек Соқпақбаев. Сүйікті шығармам Менің атым Қожа. Менің атым Қожа Бердібек Соқпақбаевтың повесі желісімен 1963 жылы түсірілген жанры комедия отбасылық фильм, балаларға арналған үлкен фильм. Режиссері Абдулла Қарсақбаев. Туынды балалық шақтың қызықты сәттерімен Қожа есімді тентек, бірақ ақжүрек баланың өмірін шынайы көрсетеді. Фильм 1967 жылы Францияның Канн қаласында өткен халықаралық кинофестивальде жүлде алған. Менің сүйікті кітабым Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» кітабы. Әзілхан Нұршайықов 1922 жылдың 15 желтоқсанында бұрынғы Семей облысы, қазіргі Шығыс Қазақстан облысында Жарма ауданының қарасы Келінсүйге деген жерде дүниеге келген. «Ақиқат пен аңыз» Әзілхан Нұршайықовтың қаһармандық құптан шығармаларының бірі. Роман-диалог 1978-1980 2009 жылдары жеке кітап болып жарыққа шықты. Бұл шығармада Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманы гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының азаматтық ерлік тұлғасын мүсінделеді. Баукеңнің сонау баласы жастық шағынан бері Совет армиясының үздік мектебіне шыңдалу кезеңіне Ұлы Отан соғысының 30 жылдарынан бастап күні бүгінге дейінгі ұлағатты өмір жолын шынайы фактілер аясында қызғалықты баяндайды. Романның жазылу формасы да ерекше. Бүкіл оқиға автор мен кейіпкерлердің диалогы арқылы өтеді.